Аңсарды тастап, тағы да отырысқа айтып бара жатырмыз. Сен бір рахаттанып қалдың, өзімен өзі емін-еркін. Алдында отырып, дедең. Енді, жоқ, ол Аңсар мешат етпейді негізі бізге, просто отырған құры болмаймыз да. Апасымен қалып, ол бізді вообще менсінбейді екен. Қазір менсінбейді, И заодно просто, если біздің артымыздан қоймай жауатса, біз алып кете беретін едік. Ол наоборот апасының қасында қалғысы келеді. Сосын қалдырып кетіп жатырмыз. Үйрете берейік та құрсын. Ертең екінші, үшінші болады, Алла тастап кете беретін сияқтымыз ғой мама апасына. Сіз қарай бересіз ғой, неғысы деп жылап отырды. Сол күн үйреткісін. Апасы аман болсын, атасы аман болсын, ұзақ жасасын. Дендер сау болсын басты әйтер. Ертең мен әлі екшеген туам, әлі көмектесу керек қой бізге. Қара соған немерелердің қызықтарын көру керек. Сол қазір енді әйтер қызықтарын бөлісіп отырам, кішігірім. Ержан. Давай. Ойбай, демейтін. Мен жаңа идея только нормально. Білмеймін мен. Кішкене тұзды ма, как будто, Мен балық сондай болып па деймін ғой? Ну, жақсы. Тамақтың жаман болмайды. Но все-таки өзіміздің алматының балығын жеп деп қойдым. Аспасын ау. Күшті жиналып жатырмыз. Күнде әйтер. Әшеміз пісіп жатқан жоқ, рахмет. Осындай достардың айналасың ғой. Менге шықтық. Менде осындай необычный стил. Қыздарынан да жігіттерге В общем, удачи. Қайсы. Примерно. Негізі товар алуға барғам ғой. Онымен Олжастың апасының бутигіне кіріп шығам. Онымен ол жақта деген күшті скидка болып жатыр екен киімдерге. Сосын мен оқырмандарым алып үлгерсінші дедім да, тиктокқа кіріп кішкене сатысып көмектестім. Сосын маған әйтеуір чайымды, солымды алып 8.000 теңге беріп жатыр. Құрық етпей кішкене ақша жасап келгеніміз бар. Сол базарға барып. Сол подругама бір шалбар сатқанбыз. Енді соны тоже несу керек. В общем, сол шашап тұрмын сәл. Анда энергиям бітіп қалды ма бірдеңке болып тұр. Кішкене үйге барып бір сағат жатып аламын ба, или жарты сағат па кішкене бел жазып деп па. Сосын прямой эфирге кіріп қайтадан киім сатамын. Сенім, қолдау дегендеріңізді күшті чувствовать етіп отырмын. Сол көшеге шығайын десем, бірден дұрыс киім қалмапты жаңа шығып. Мекаға барып келдім, киім алып, өзіме біраз бір киім алып. Артта тұр киімдерімнің барлығы. Сол біраз әдемі өзіме ұнаған киімдер алдым. Енді көп киім алуға үлгермедім. Уже бутиктардың барлығы жабылды. Өзім кеш шығып едім. Сол золотой яблокаға кіріп печеньдер алам ба деп едім. Оған да үлгермедім. Енді басқа күні барып алармын деп тұрмын. Сол прям күшті, приятный, усталый жұмыс болғаннан кейін осындай болу керек қой. Ары-бері алқынып, жұлқынып жұмыс істеу керек. Еще үйдің жұмыстары осы апта уже почти біту керек, мебельдер келу керек. Сонымен жанталас болып жатыр. Енді осы 2 күнді 48 сағат продажам біткеннен кейін үйге объектіға барып келу керек. Еще ана күні кіндік қызымның туған күні өтті. Соған әні барам, міні барам деп мүлде бара алмай, сонымен сол жаққа да барып келу керек болып жатыр ма ол жаққа. Сол, все надо успеть. Деген сүйінші берді ғой. Не бұл? Ұлым мына кісі үйленеді деген, соған ұлым үйленгелі жатыр, сүйінші. Кәмпитке оқып берді ма? Иә, кәмпит бердіңіз. 3 кәмпит бердіңіз. Көп, 3 кәмпитпен күшті болады. Қуанып жатырмын, өте қуаныштымын. Жұлдызды болсын баршаңызға. Бұрыннан келдіңіз ба, жақсы болдыңыз ба? Қай жеріңіз болып кетті? Аяқ бет берге келдіңіз. Мына жерде киска бар дедіңіз. Иә, ол бәрі. Негізі Сибиде жүргенде келген, қазір Астанаға көшіп келдім. Жолың ашылған ғой. Соны қуанып ұлым үйленемін деп аяғысына. Ойда жоқ. Мен бүгін Астанада адам жазып қойғасын кете алмаймын. Ертең Алматыға таңатпай 5-те ұшамын иншалла. Қонақтарым сағындым. Бүкіл жанұям сияқты. Барам ғой берсең. Сонда тек қана самса жүрсіз Германия, кешкі асқа деп жазып жатқан жандарға міне борщ істеп жатырмын. Обязательно тамақ болады, сорпа. Күнделікті тамақ істеймін ғой. Қазақсыздар өсіңдер. Вообще мен андай қуыры жасаған жақсы көремін сорпаны. Жеке қуырып, етін, жуасын, сорпасында тәтті болады ғой прям. Потом суын, а біреулер болады. Бірінші етін қайнатады, одан кейін барып жуасын салады, осы бәрін салып қайнатып сорпа істейді ғой. Борщ істеп жатырмын.
қуырып суын құйып қазір әдемі сорпа болайын деп тұр. Сіздер қалай істейсіздер, кім қалай жасайды? Достар, сіздерге күшті бір лайфхак айтайын ба? Томаттың аузы, беті да, беткі жағы көгеріп кетпеу үшін мынандай сұйық майды бүйтіп құйып қойсаңыздар, вообще көгермейтін болады. Білетіндер де бар, білмейтіндер де бар да. Сол үшін айтып жатырмын. Білеміз деп жазбаңдар қазір. Окей? Қақпағы да көгеріп кетіп жатады. Беткі жағы көгеріп кетіп жатады, соған сұйық май құйып қойсаңдар, вообще көгермейтін болады. Білмеңіздер, бризольді қалай істейді деп жазып жатсыздар. Өте оңай, осылай шығады. Тарелкаға жұмыртқамен, бір жұмыртқа, кішкене фарш саласыздар да, тұз, бұрыш араластырасыздар. Құрттай май жағасыздар сковородкаға и құйып жібересіздер. Блинчик сияқты болып пісіресіздер ғой. Бір жағы кішкене тұрғаннан кейін аударғанша аударатындай болады ғой. Аударасыздар да екінші жағын пісіресіздер. Одан кейін ішіне майонез бен кетчупты аласыздар да, түп жағып шығасыздар. Жалпы огурцы мен помидор ұмытып кеттім жаңа магазин алуға. Огурцы мен помидор бітіп қалыпты. Бар болса, огурцы мен помидорды мелкий турап, мынаны бүйтіп орайтын болсаңыздар, қасына гарнирге бізде күріш бар, ақ күріш. Қасына гарнирге ақ күріш болады, пюре болады. Солай әдемі болып оформлять етіп